Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Тәуелсіздік күніне арналған әдемі тақпақ тыңдаңыздар. Бүгін де айналаның нұрлы бәрі, тұр естіліп, көңілді сырдың әні, кешегі бабалардың өсиеті, рухани жаңғырудың бір құрамы. Тәуелсіздік күніне сыйлыққа крендель өнімдерін алдық. Осындай тәттілерді беріп жіберген үлкен апайымызға алғысымызды білдіреміз. Осы сәтті пайдаланып, крендель өнімдерінің бағаларымен бөлісуді ұйғардым. Әрине, бағалар біреуге қымбат болса, біреуге қалыпты. Оны өздеріңіз көресіздер. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сондай-ақ сыйлыққа алма, мандарин, киви, компот, салат алдық. Тәуелсіздік күніне арнап, осындай тосын сый алғандарына балалар қатты қуанды. Қолдан жайма жайып, қазы ет асып, отбасылық мерекелік дастархан жасап отырдық. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.